Қайырлы күн, бүгін мен сіздерге бәліш әзірлеп көрсетемін. Осылай 500 грамм етті ірі етіп кесіп аламыз. Қызып тұрған майға етімізді жайлап салып отырамыз. Бұрыш, тұз дәміне қарай. 2 стакан су құямыз. Лавровый жапырағын салып 30-40 минут қайнатамыз. Қамырымызды жасау үшін ұн 280 грамм, оның ішіне тұз 1 шай қасық, разрыхитель 1 шай қасық, бәрін араластырамыз. Бәрін араластыра отырып, ішіне 130 мг су құйып отырамыз. Қамырымызды илеп болған соң, салафанға салып 20 минут қоямыз. Бөлек табаға сары май мен пиязды қуырып аламыз. Үстіне сарымсақ қосамыз. Тәтті бұрышымызды қосып араластырамыз. Бір шай қасық тұзымызды, 1 шай қасық бұрышымызды және паприка ұнтағын қосып араластырамыз. Және қызанағымызды қосып пісіреміз. Жаңағы пісіп тұрған етіміздің бәрін араластырып, жай отқа 3 минут пісіріп аламыз. Қамырымызды 2-ге бөліп жаямыз. Қамырды жайғанда жұқа да, қалың да қылмай жаю керек. Жұқа болса піскенде дұрыс шықпайды. Сол үшін орташа болғаны дұрыс. Қамырымыздың бір бөлігін астына төсеп, үстіне ет көкөністерін саламыз. Қамырымыздың екінші бөлігін үстіне жабамыз. Жан-жағын кереместерін кесіп тастаймыз. Айналасын видеодағыдай әдемілейміз.
Үстіне жұмыртқаны жағамыз. Күнжіт дәндерін үстіне себеміз. Пешімізге 180 градус 25-30 минут пісіріп аламыз. Міне біздің ет пен көкөніс қосылған бәлішіміз дайын болды. Тойымды болып шығады.